Жылдам хабарлама тұрады, тезірек көріңіздер. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басып бағасыз. Зілзала кезінде құлақтандыру жүйесі 1 маусымға дейін енгізіледі. Бұл туралы Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа баяндады. Президентке биылғы 2 айдан қорытындысы бойынша қала экономикасының қарқынды өскен, Алматының қысқы мерзімді экономикалық индикаторының өсімі 1,7%-ға жеткен жөнінде айтылды. Жергілікті бюджетке түскен қаржы 55%-ға, яғни 287,5%-ға теңгеге дейін көбейді. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі артып келеді. Ерболат Досаевтың айтуынша, былтыр тамыз айында мемлекет басшысының берген тапсырмаларын орындау аясында мегаполисті полиарттық ретінде дамыту, тұрғын үй әлеуметтік нысандардың сейсмикалық қауіпсіздігін күшейту, құрылыстардың тығыз салынуын болдырмау және басқа да мәселелер бойынша жаңа талаптарды енгізу жөнінде кешенді шаралар жүзеге асырылып жатыр. Тоқаев қаланың сейсмикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасының орындалуы жайында мәлімет берді. Тұрғындар мен заң тұлғаларының өтініштері бойынша биыл 23 қаңтардағы жер сілкінісінен кейін тексерілген 183 нысанға айтарлықтай зақым келмеген. Сондай-ақ 4 наурызда жер сілкінісінен кейін түскен өтініштер бойынша 363 нысанға кешенді тексеру жұмыстары басталды. Видеомыз кеңінен таралып, барша қазақстандықтар хабардар болу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.